Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер мен студия қонақтары. Эфирде бітімгер бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда. Жер заңының ішінде 15-ші тарабында біз отырмыз. Табиғи ресурстар басқармасына да мен шағымданып жазғам, сіздің алдыңызда жаңа қалды. Мына жазып отырсыз, 20 метрден кем болмау керек. Екі тарап бір бітімге келе ала ма? Соны алып келсеңіз, сіздің құжаттарыңыз дайын болады деді. Алматы қаласының әкімдігі тапсырма берген. Заңға жүгінеміз бе, арға жүгінеміз бе? Кейбір азаматтар бұл рұқсаттан жаңағы қалып отыр дегендей. Сіздердің жағдайларыңызды жасауға біз ықпал істейміз. Сіздің алдыңыздағы адамда заңдалған, сізде заңдалып отырсыз. Арнаны бітімгерге бұраңыздар. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбына түрткі болған екі тараппен таныс болыңыздар. Бірінші тарапта Байбесік ауылының тұрғыны Әділхан Досмағамбет мырза. Досмағамбет Әділхан. Мақсаты Байбесік ауылындағы 200-ге жуық оралман отбасының қолындағы баспана құжаттарын түбегейлі заңдастыру. Екінші тарапқа Балқаш Алакөл бассейндік инспекциясының бас маманы Әнуарбек Мұрат мырзаны шақырамыз. Әнуарбек Мұрат. Мақсаты Балқаш Алакөл бассейндік инспекциясының атқарып жатқан жұмысын көрсету. Сондай-ақ бүгінгі мәселемізге байланысты төрелік айтатын әділқазылармен таныс болыңыздар. Бірінші әділқазымыз заңгер Өтебаева Нұра ханым. Екінші әділқазы заңгер Шолпан Бостанқызы. Сондай-ақ бас әділқазымыз заңгер Мұсабеков Бекжан. Тақырыпты тікелей талқыламас бұрын тілшіміз Мерболат Мырзатайұлы дайындаған бейне көрініске назар аударсақ. Алматы қаласының Алатау ауданына қарасты Байбесік ауылындағы 200-ге тарта үй иелері өздерінің заңды құжаттарын түбегейлі заңдастыра алмай жүр. Оған бұл баспаналардың өзен жағасына жақын орналасқандығы басты себеп болуда. Ауыл маңынан ағып жатқан Тереңқара өзені Балқаш Алакөл бассейндік су шаруашылығы инспекциясының қарауында. Мемлекеттік мекеме қалалық сәулет және құрылыс бақылау басқармасы рұқсат беретін комиссия тізімінде бар. Сол арқылы олар өзен көлдер жағалауындағы жерлерді бақылауында ұстайды. Рақымшылық кезінде документтерімді жинап, қажетті құжаттарды арызымды өткізгім, сонан мына шешім бойынша бұл жердің мемлекеттік актісі, үйдің техпаспорт сияқтылар қолыма тиген, бірақ соңынан әрбір түрлі мешақатыменен қазір үй кітапшасы тимей, ешбір жерде тіркеуде жоқпыз. 1964 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан мекеменің кезінде беделі мықты болғаны рас. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін су инспекциясы да бірте-бірте мұт қалған. Біз бұрын комиссия мүшесі болатынбыз. Бұрын. Мына 90-шы жылдары енді жаңа мекеме болдық. Өкімет болдық жаңа өкімет болдық. Бәрі жаңадан басталғанда, сонда енді білмеймін қалай бізді тастап кеттікті. Шектеп, хотя мына жер заңының ішінде 15-ші тарабында біз отырмыз. Бұл кодекс болмай тұрғанда. Жер заңы деп тұрғаннан бері біз ішінде 15-ші тараптың ішінде тұрмыз. Енді бізді байқамай қайған шығар, қайдан білейін мен қалай болғанын. Бұл олқылықты қайта қалпына келтіруге тырысқан Алматы қаласының бұрынғы әкімі Иманғали Тасмағамбетов арнайы қаулы қабылдап оны бекітіп те жіберді. Осы қаулыға сәйкес Тереңқара өзеніне қатысты құрылыс салу жұмыстары белдеуден ең азы 20 метр алыста жүргізілуі керек деп көрсетілген. Ал бұл маңайға үй тұрғызғандар өзен мен баспаналарының арасы 200 метрден асып кететінін айтып арыздануда. Мен өз заңдарыммен жұмыс істеп отырмын. Мен өз заңдарыммен. Ол кісілер қандай заңды, немен істеп отырғанын, онда мен шаруам жоқ, ол кісілердің өздерінің қол. Біздікі емес ол. Негізінде әкім қаулысы жер берілместен бұрын су шаруашылығы инспекциясынан рұқсат алу арқылы іске асу керек. Алайда бұл жерде бәрі керісінше жұмыс жасауда.
Мемлекетті акты берген адамнан сұрақ қоймайсыздар ма? Мен оны берген жоқ қой. Бұл кісілерге жер бергенде, сол комиссияның ішінде біз басынан отыру керек болатынбыз. Бұл кісілер жер бергенде, мынаны заңдастырып отырғанда, сонда біз айтар едік. Мынау қазір болмайды мынаған кіруге деп. Айтса айтқандай, бүгінгі күні тікелей жер бөлу құқығынан айырылған аудандық әкімдік шенеуніктердің жіберген қателігін мойындап отыр. Бұл жерде әкімшіліктің жібергенде қатесі бар. Ол кезде әкімшіліктің жіберген қатесі деп бір айтуға болады. Соның кейін земельный комиссия деген бар бізде. Земельный комиссия деген әр жаңағы қалалық жаңағы службалардан бар. Земельный комитет, земельный инспекция, архитектура, бақылау саласы. Солар сол кезде жіберген қате. Онда олар сол водоохранный зонаны білу керек еді, және водоохранный зонадан комиссия қатысу керек еді. Енді сіздің алдыңыздағы адамда заңдалған, сізде заңдалып отырсыз, сот арқылы осын шешу керек. Досмұхамбет мырза, бейне көріністі көрдік. Дегенмен оқиғаның барысын өзіңіздің аузыңыздан естісек. Біз осы жерді мен 2006 жылы басқа бір кісіден сатып алғам. Жаңа әкім мырзаға барлық документтің барлығы таныстырылған кезде ол кісі де документтермен танысқан, барлығын көрді. Бұның заңсыз емес, заңды жер екендігін әуелі баста заңсыз Шаңырақ ықшамауданының тағы басқа мына Алатаудың бөктеріндегі сияқты жер емес, бұл үкіметтік қосақтысы берілген кезінде заңды берілген жер болған. Сол бойынша біз бұл жерге үй салғанбыз. Сол үйімізді рақымшылыққа апарып заңдастырайық деген кезде сіздердің жаңағы сатып алу келісім шарттарыңыз рақымшылықтың уақытынан кейін жасалған деп бір жылдан кейін қайтарып берген мысалы. Бұл да сол жердегі рақымшылықтағы отырған жұмыскер қызметкерлердің жауапсыздығынан болған үлкен қате. Бір жылдан кейін қабылдап алып документті кері қайтарып бергендігін тағы айта кеткім келеді мен. Екінші жаңағы бұл жерді жарайды рақымшылықтан не қылдық, енді өзіміз салып алдық, енді ары қарай өзіміз заңдастырайық, жүгірейік деп осы 15 түрлі мекемеге барып барлық документ құжаттарын әкел дегеннің барлығын құжаттарын әкелдік, апардық, документтің бәрін жинастырдық. Ең соңында сәулет құрылыс басқару басқармасына барып, осы документтерімізді өткізген кезде ең соңында Алакөл, Балқаш, бассейн су шаруашылығының келісімі керек деген не шығарды. Бұнда қағаз түрінде емес, ауызша айтты, соны алып келсеңіз сіздің құжаттарыңыз дайын болады деді. Осы бойынша Алакөл, Балқаш, бассейн су шаруашылығына бардық. Ол жердегі Тілеулесова ханым ешқандай келісім бере алмаймын. Бұл жер әуелі ол кісі бізге басында қатеді айтқан жерлері болды. Сіздер заңсыз басып алған жерлеріңіз деді. Ондай қателіктер болмады. Мен айттым, бұл заңсыз нәрсе емес. Заңсыз болса мен бұл мемлекеттік актіні қалай алам? Ар жағында қаншама мекемелерден құжат алып отырмын да. Үйдің техникалық құжаты, мына қызыл сызық дейма, заключение дейма, мынан барлығы міне орысша жазып береді бізге. Мен өзім жақсы орысша түсінбеймін, кешірметіңіздер, оралман болғандықтан. Қазақша талап етуге тырысамыз. Ешбіреуі қазақша не қылмайды, барлығы орысша жазып береді. Кейбіреуін түсінеміз, кейбіреуін түсінбейміз мысалы. Бізге осының өзі бір үлкен қиыншылық тудырады. Бағана жоғарыда аталған мемлекеттік мекемелердің сіздің жер теліміңізді, сондай-ақ үйіңізді заңдастыруға кедергі келтіретін қандай себептерді айтады? Жаңағы мемлекеттік сәулет құрылыс басқармасына барған кезімде маған 13 түрлі документ жинап әкелуімді айтты. Солардың барлығын жинап әкелгеннен кейін ең соңғы айтқандары жаңағы Алакөл, Балқаш бассейндік су шаруашылығының келісімі деді. Осы келісімді ала алмай, мен қалалық әкімдікке дейін арыз жаздым. Әкімнің атына, Ахметжан Есімов мырзаның атына да арыздандым. Ол кісіден де ешқандай бір толық шешім ала алмадым. Енді жаңағы Алатау ауданының әкіміне барып жолыққан кезімізде, ол кісі шынымен бізге қол ұшын созып, көмектесіп, дұрыс қабылдап алып, қолынан келгенше жаңағы мемлекеттік сәулет құрылыс басқармасының белгілі бастықтарына телефон арқылы сөйлесті. Жаңағы Тілеулесова ханымға да сөйлесем деді. Бұл жайында кейіннен сізге жауап берем деген, сол кісіден де бір жауап күтіп отырмын. Қазір менің өз жеке басыма байланысты проблемада үйдің Алакөл, Балқаш бассейн су шаруашылығының келісімі болмағандықтан мемлекеттік сәулет құрылыс басқармасы үйді заңдастырмай отыр. Мұрат мырза, осы жайлы сіз не дейсіз? Не себепті сіздердің тараптарыңыздан осы жерді, үйді заңдастыруға рұқсат берілмей отыр? Арызданушы бізге келген алдында немен жүгінген
Содан кейін біз шығып сол жер учаскесін қарап, жер учаскесі қараған соң біз қорытынды жасаймыз. Қорытынды жасағанда біз басшылыққа су кодексін, су заңнамасын, су заңдарын басшылыққа алып отырамыз. Сол негізінде қорытынды береміз. Жаңағы жер телімі, жер телімінің шекарасы су объекттен мына жерде терең қара өзенінен 20 метрден кем арақашықта орналасқандықтан біз бас тартқан болатынбыз. Алакөл бассейндік су шаруашылығынан келіп тұрған бас маманның айтуы бойынша 20 метр болу керек дейді. Жаңа бейне көріністен өздеріңіз көргендеріңіздей 20 метр емес, өзен бойынан қазір орналасқан үйлер 200 метр қашықтықта екендігі белгілі. Бұны мен өзім бұл кісілердің маманын апарып өлшеткен кезімде ешқандай өлшем салып метрмен өлшемегендігінде айта кеткім келеді. Екінші, қалалық тазалық сақтау басқармасының келісім дегенді алып кел деп маған кезінде мына Быты деген жерден сондай не болғанда талап еткен кезінде мен сол кісілердің де келісімін алған едім. Сонда мен ойлаймын, қалалық тазалық сақтау басқармасы келісім береді, мына кісілер келісім бермейді. Сонда заң біреу ма, жоқ, әрбір мекеменің өзінде өз басына заң шығарып, заң айтама. Сонда мен бұны түсінбеймін қалай екенін. Екінші, жаңағы біздің кінәміз не? Мысалы үшін, қарапайым халық кезінде жерді берді, сатып алғанымыз бар, бұл жерді алдық, енді үй салдық. Сонда мекемелер арасындағы келіспеушілікті халыққа әкеп тіреп, сол арқылы шешкілер келе ма, осындай бір мәселе бар ма, мен бұны толық түсіне алмадым мен. Сіз мына жауабыңызды беріп отырсыз. Бірақ 20 метр болу керек деп тұрсыз. Мен емес қой мен жазып отырған. Мына жазып отырсыз, 20 метрден кем болмау керек. Енді сонда Досмағамбет мырза бұзып отыр ма? Жоқ сол шекара дұрыс па? Жоқ дұрыс емес па? Ертең сотқа шағымданады. 20 метрден кем болмау керек деп жазылған. 20 метрден кем болмау керек болғанда қанша метр болып тұр енді сол жерде? 18 метр болып тұр ма? 19 болып тұр ма? 15 болып тұр ма? Соны анықтадыңыздар ма? Шыққанда анықтайды біздің маман. Жаңағы сұрақ бойынша мәселені шешу үшін Алматы қаласының әкімдігі тапсырма берген. Мына 11 наурыздағы архитектура мен қала құрылыс департаментке тапсырма беріп, жаңағы су бойында орналасқан жер учаскелерді инвентаризация жасап, тізімдеп, соң кейін табиғат реттеу, табиғи ресурстарды пайдалану деген департамент бар әкімнің жанында. Соған ары қарай қандай шара қолдану керек? Сол ары қарай қандай шара компенсация жасай ма, шығара ма, бұзғыза ма үйді, тағы да сондай ары қарай. Енді сол құжаттар бойынша қандай шара қолданбақшы? Ол құжаттар бойынша архитектура мен қала құрылыс және жаңағы табиғи ресурстар пайдалану департаменті қазір енді олар соларға тапсырма берілген. Жаңа мына кісі айтып өткендей, табиғи ресурстар басқармасына да мен шағымданып жазғам, сіздің алдыңызда жаңа хат. Ешқандай біздің құзыреттігімізде шешілетін мәселе емес. Оны тек қана мына Алакөл Балқаш бассейндік су шаруашылығы шешеді деген түсінікті мәселе. Мына кісі дұрыс жауап та бере алмайды екен, қанағаттандыра алмайды екен менің ойымша. Мен бір сұрақ қоя кеткім келеді қалалық сәулет құрылыс басқармасына. Мына қазір сол Байбесік шағын ауданында кезінде рақымшылдық арқылы жерлерін, үйлерін заңдастырып алған кісілер бар. Олардың үйлері қалай заңдасты, біздің үй неге заңдаспайды? Бұл жерде тағы да бір қарама-қайшылық бар. Заң екеу ма, жоқ біреу ма? Мемлекеттік сәулет құрылыс басқармасының Алатау ауданының инспекторы Ахметқұлов Ғалымжан Қамзаұлы. Бұл сіздердің жаңа жер телімге заңсыз салынған құрылыстарыңызды заңдастыру үшін Балқаш Алакөл су басқармасына бізге келісімі керек. Онсыз біз жаңа әкімшілік сотқа жібере алмаймыз. Легализация ол аудан акиматтарында құрылған комиссия ғой. Сол комиссияға шағымдануыңыз керек. Қазір енді сіз олардан өткен жоқсыз. Ол уақыт өтіп кетті. Енді қазіргі басқа тізім бойынша құжаттарыңызды жинап, бізге өткізгеннен кейін біз ауданаралық әкімшілік сотқа жібереміз. Солардың шешімінен кейін барып, кодекс бойынша 237 бабына сәйкес біз сіздерді заңдастырамыз.
ауданаралық сотқа жібере алмай отырсыз ғой, мына кісілердің келісімі болмағандықтан. Енді Балқашалы Плюскийдің келісімінсіз біз қалай жібереміз? Енді жаңа сіз айттыңыз ғой, заңдастыруға байланысты сотқа шағымдандыңыз деп. Мен заңдастыруға байланысты кезінде заңдастыруға документтерімді өткізіп 1 жылдан кейін кері қайтарып берген кезінде Жетісу ауданының сотына, екінші сотына шағымданған едім. Алшынбаев деген кісі бар сол жерде. Маған 3-тен 6 ай аралығында қазақша бір не жазып бере алмағандығы үшін шешім бере алмады міне. Қазірге дейін. Қазақша жазып бермесе біздің кінәміз жоқ. Жоқ, сол Менің сізге қоятын бір сұрағым бар. Сіз айтып отырған су инспекциясы басқармасының бас маманысыз. Сіз есепті кімге бересіз? Қай құзыретті органға сіз есептісіз? Біз ауыл шаруашылығы министрлігінің қарамағындағы су ресурстар жөніндегі комитетінің не боламыз? Бассейндік инспекциясы боламыз. Ауыл шаруашылығы министрі деп отырсыз. Жарайды. Бұл азаматтардың ауыл шаруашылығы министрлігіне ешқандай қатысы жоқ. Бұл азаматтар жер сатып алып, жергілікті атқару органдарынан рұқсат алып жатқан азаматтар. Сонда бұл жерде тағы да бір келіспеушілік болып отыр. Азаматтар жаңа Досмұхамбет мырза 2006 жылы бұл жерді заңды түрде сатып алды. Қолында сатып алу келісім шарты бар. Енді біздің заңымыздың негізінде 2005 жылы осы заңдастыру туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданған болатын. Бұл заңның нақты мақсаты, жалпы бұл қызметтің мақсаты азаматтарға көмек көрсету. Яғни осы айтып отырған процедураларды жеңілдету. Оның орнына кейбір азаматтарға жеңілдетілген тәртіппен айтып отырған рұқсатты беріп отыр да, кейбір азаматтар бұл рұқсаттан жаңағы қалып отыр дегендей. Сонда жаңағы біздің жүргізуші Расулдың да сұрағы өте орынды. Қалай сонда жергілікті атқарушы органдар бұл жерге рұқсатын береді? Яғни жер берген кезде сіздің мекемелеріңіздің рұқсаты керек емес болған. Ал енді оның заңдастырудың негізінде сіздің рұқсаттарыңыз керек болып отыр. Осы мәселе қалай шешілу керек сонда? Сосын тағы да бір мәселе. Ертең не болады деген сұраққа сіз былай жауап бердіңіз. Сот барысында жаңа шешімнің негізінде бұл азаматтардың үйлері қирауы мүмкін, бұзылуы мүмкін, алынып қою мүмкін. Сонда бұл азаматтарға компенсация төленуі мүмкін деп отырсыз. Ал егер бұл азаматтар далада қалатын болса, бұл далада қалу қауіптері бар көрінеді, сонда бұған сіз қандай сұрақ бересіз? Адамдардың өмірі сіз, яғни осы айтып отырған жауапты сіз адамдардың өміріне қатысты айтып отырсыз. Немқұрай қарауға бола ма? Жаңағы сіз айтқан біріншіден сілтеме деп құзырлы органдарға сілтеме, біз сілтеме жасамай, біз басшылыққа ала отырып, тағы да қайталам, су заңдарға сілтеме жасай отыр. Шолпан апайға кішкене осындай ескерту жасап мына отырсыз. кісі шығып, қол қойған сол акт. Мен мына кісілердің мекемесінен бір маман деп бір кісі барды. Ол кісі зерттегенде қандай бір аспаппен зерттеген жоқ, енді ол кісінің көзі сондай зерттеу аппаратыма түсінбеймін. Барды, көрді, қарады, кетті. Ешқандай аппарат әкеп зерттеген несі жоқ. Метрде салған жоқ керек десе. Жаңа ғана өздеріңіз бейне көріністен көрдіңіздер ғой. Ол 20 метр мүмкін емес. Жардың биіктігінің өзі 100 метрден 150 метр биіктікте жардың биіктігі тек қана. Енді су дегеніңіз ана жақта бір 50-60 метр ұзақта ағып жатыр. Енді менің бір сұрағым бар. О жердегі халық, жаңағы Алатау ауданының әкімі айтып өткендей 1800-дей халық осында шырылдап отыр қазір. Ешқандай әлеуметтік көмек алып отырған жоқ. Тұрақты тіркеу деген жоқ. Бала шағасын қайда апарып, қай жерге қаратарын білмейді. Қандай бір әлеуметтік көмек ала алмай отыр. Осы жайында мен аудан әкімінің орынбасарынан бір не білгім келеді. Осы біздің халықты, біздің сол ауданда жауаптанып отырған, бізді жауаптанып отырған құзыретті ең жоғарғы органның кісілер ғой, осы кісілерден осы жайында бір мағлұмат алғым келеді. Бұған қандай шешім жасайды деген? Мен Алатау ауданының жаңадан құрылған ауданның әкімшілігінен көріктендіру бөлімінен келіп отырмын. Сол бөлімде маман болып істеймін. Сіздің қойып отырған сауалыңыз қазір бағаны бері мына тыңдап отырған қатысушылар мен алқалардың бәрі тыңдап отыр. Бұл жерде шешіліп бітпейтін түрі бар. Өйткені бұл сауалды ешқайсымыз шешіп бітере алмаймыз. Өйткені біздің құзыретімізге жатпайды. Сіздің Қазақстан Республикасының жер кодексінің 167 бабына сәйкес сот арқылы жаңағы рақымшылық кезінде берген сіздің егер жария етілмесін деген шешімі болса, соның барлығын алып, құжаттарыңызды алып, сот арқылы сіз сауалыңызды шеше аласыз. Жалғыз мен емес, сонда жаңағы 1800 үйде солай шешу керек па? Барлығымыз 1800 сотқа барамыз ба сонда бәріміз? 1800 рет? Басқаша қандай сіз бұл сауалдан не көріп тұрсыз?
сізден мен бұл нәрсені жайында қандай ертең бізге қамқор көрсетіп, бірігіп шешейік деп қолдау көрсетесіздер ма? Жоқ, біздің мәселеміз емес деп бастарыңызды алып қашқыңыз келе ме? Мен сіздің нәрсеңізден сондай нәрсе түсіндім. Бірақ әкім мырза Бағдат олай деген жоқ еді. Ол кісі қолынан келгенше көмектесіп, шешейік мәселеге көмектесейін деп жатыр. Мына барлығымыз осы теледидардан мына жаңағы бейне көріністен бәріміз көрдік. Әкімнің қандай сізге жауап бергенін. Әрде біз осыны қадағалаймыз. Әрқашанда сіздердің келген арыздарыңызды шешіп, сіздердің жағдайларыңызды жасауға біз ықпал істейміз. Рахмет. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін шығару үшін келесі сөз кезегін Әділғазыларға берсек. Нұра ханым. Енді бұл жөнде айтатын болсақ, бізде қоғамда адамның кінәсі тек қана егерде ол заңды орындамаса, бір қылмыс жасаса болып қарастырылады. Және мемлекеттік қызметкерлерде сондай әрекетке душар болған жағдайда олар жауапқа тартылады. Ал егерде бұл Досмағамбет мырза сияқты азаматтардың кінәсі болмаған жағдайда олар өздерінің құқықтарын қалай қорғайды деген сұраққа жауап беретін болсақ, мінекей бүгін біз соның куәгерлері болып отырмыз. Сондықтан менің ойым әкімшіліктің қызметкерлерінің айтып отырғанына рахмет айтып отырмын. Келешекте сіздерге көмектеседі деген ойдамын. Ал енді су басқармасының мамандарына келешекте өздерінің пікірлерін түйіндеп, адамдарға көмек көрсету есебінде жасасын деген өзім сондай бір болжам айтқым келеді. Шолпан ханым. Досмағамбет мырза, сіздің осы мына бітімгер бағдарламасына келіп отырғаныңызға үлкен тағзым етемін. Сіз жалғыз өз басыңызды ғана ойламай, 1800 адамдардың жаңағы мүддесін келіп қорғап отырғандай болып отырсыз. Әрине сіз жаңағы сәулет құрылыс архитектура басқарма департаментінің адамдары айтып отыр, әкімшілік сотына жүгінуі мүмкін деп. Алайда олай емес. Сіз өзіңізге деген сауалыңызға қойылып отырған жауаптарыңызды ала алмай отырып, ешқандай құзыретті мекемелерге бара алмайсыз. Сондықтан сіздің ең бірінші жасайтыныңыз қорғаушыны ала отырып, және жаңағы міндетті түрде құқық қорғау мекемелерге барып, және өзіңіздің құқығыңыз жер теліміне бар екендігін анықтап отырып, сол жер теліміне салынатын үй туралы жаңағы мәліметтердің бәрін жинай отырып, міндетті түрде әкімшілікке өзіңіздің сауалыңызды қоюыңызға әбден дұрыс болады. Ал қазіргі уақыттарда мына құзыретті мекемелердің орталарында жаңағы осындай қиыншылық туындап, халықты, яғни қысымшылыққа салудың өзі, мен өзімше ойлаймын, ол конституциялық құқығың бұзылуы, біріншіден, екіншіден азаматтық құқықтық қатынастардың ішінара бұзылып кетіп, яғни олар үлкен бір жаңағы басқалай бір құбылыстарға алып келуді мәлім жасайтындай ықтимал. Рахмет. Бекжан мырза, өзіңіз ойды қорытындылап, соңғы кеңесіңізді берсеңіз. Енді бүгінгі қаралып отырған тақырып бойынша Досмағамбет мырзаның шағымының түбінде көп сол ауылдың тұрғындарының тағдырлары жатыр. Сондықтан енді заң талабына келгенде сіздің жаңағы әкімшіліктің жария етілмесін деген шешімін сотқа шағымдану арқылы шешу қажет. Ал негізі жаңағы сәулет құрылыс департаментінің де ұсыныстары үй салынғанда рұқсатсыз салынған, сондықтан сотқа жібереміз деп отыр. Ол мәселені, сондықтан бұл мәселенің түп тамыры сот арқылы ғана шешілетін мәселе, заң талаптары бойынша Қазақстан мемлекетіндегі. Сондықтан мына әкімшіліктің барлық құжаттарыңызбен танысып, бір шешімге келеміз, көмектесеміз, қол ұшын береміз деген пікірлерін бәрін есепке алсақ, бір жағы соттың шешімінде қолыңызға алсаңыз, сол кезде бұл мәселеңіз заң талабымен шешіледі деп есептеймін. Осы бағдарламадан кейін тараптар бір бітімге келіп, Байбесік ауылының тұрғындары